Ассалаумағалейкум достар. Бізде үйде емес реклама. Бізде Wuling Rongguang деген Қытайдың көлігі 1.5 бензин. Бұның тарихын кішігірім айта кетейін. Өте керемет көлік. Бұл қандай болды? Бізде міне білесіздер, Түркістан облысы атына келген, заказбен келген бізге. Бұл көліктің кішігірім историясын айтып берейін. Бұны неге тапсырыс берді? Бірақ Қытайда осындай жүк таситын көліктер жаңағыдай көп, түрлері көп. Именно Вулингтен басқа түрлері көп. Мынаны жаттап алыңыздар. Осы эмблема. Шымкентте, Түркістан облысында үлкен бір компания бар. Холодильникпен, бытовой техникамен тасиды, анау-мынау таситын кісі бар. Сол кісі осы Қытайдың несін зерттеген көліктерін әрбір маркаларында ең ішіндегі төзіп, шыдап, сөйтіп берген. Енді водительдерге машинаны берген кезде қандай болады? Өздерің білесіздер ғой, сол сияқты водитель қарап айдамайды, біреуі қарап айдайды деген сияқты әртүрлі жағдай ғой. Сол сияқты соны әрбір водительге берген кезде мынаны теуіп, ешек қылып айдаса да, мына Wuling соған шыдап беріпті. Соңын барып, неге мен оны қызықтым ғой, неге именно Wulingті заказ беріп аласыз десем, бұл маған шыдап берді дейді. Неге десем, мен оны қарамаймын. Осы балалар айдап жүреді, көреді өздері. Бірақ бұзылмайды, басқа қылмайды, өте керемет дейді. Бұның ішінде электропакеті бар екен, кондиционері бар екен, 1.5 бензин. Бұның енді ең басы сіздерге қызық, сразу бағасына күтеді ғой бәрі бағасы. Бағасы осы кісіге 7 миллион 300 мыңға подключиші. Номерден, міне, номерден қазақ учетымен 7 миллион 300. Енді бұны мынандай екен, қытайлардың сауда процестері 7 миллион 300, біреу алсаң 7 миллион 300. Қазір сос қосылды кеше. Сос қосылды, сонымен бірге 7 миллион 300 болып отыр. А если екеу алсаң 7 миллион 200, үшеу алсаң 7 миллион, төртеу алсаң 6 миллион 900, сондаймен болады екен. Бұның енді бұл 2 тонна, мына жерде салмағы тұр. 2 тоннаға дейін, 2 тонна 300-ге дейін көтереді. Артындағы кузовы өте керемет. Шлаковок, мебель, Яндекс, Индрайвер, тағы не бар бізде? Кірпіш, арматура, темір бәріне жарай береді екен. Өзің хочешь, мына жаққа жаңағы өзіңе жұмысыңа лайықты сол нәрсені қойып, жасап таси бересің. Мына жерге біз жақатып, өзіміздің брендінің атын жапсырып қойдық. Қарапайым халықта көрсін деп. Одан кейін енді машинаны шамалы өзіміз тексеріп көрейік. Есігін қараңыздар. Бетон сияқты ашылады. Нағыз Мерседестер сияқты екен. Мұны іші жаңа ғой. Электропакет, кондиционер. Енді не керек? Бізге де өзіміздің Қытайдың арзанын, сапасы мықтысын таңдап, осы жұмысымыз істесек болады екен. Өйткені енді қарапайым баяғы УАЗик, Газель, сондай емес. Мынау кәдімгі лайықты, керемет екен. Механика, енді бұларда механика болған дұрыс деп ойлаймын. Негізі. Бірақ біздің Газельден 200 мәрте жақсы. Өйткені орыстардан тойды қойынды бұлай осы. Ата-бабамнан келетқан орыстар Қытайда бір көріңіздер деген ғой. Енді оны да жалғайсың, мынаны да тура Қытай сондай болып шығарған. Бірақ кішкене Қытайдың дамыған технологияны тез тауып, осы нәрсені дұрыс деген да. Газельден гөрі осыны алған жақсы. Бұның жаңағы мен айтқандағындай артқы кузовын көрдіңіздер ғой, өте керемет, өздеріңізге лайықты қылып жасайсыздар. Енді осы қызметтеміз, өздеріңіз көріп, бағалап, осыны тапсырыс берсеңіздер болады. Қытайдың көлігінен, біз дайынбыз. Мынау келетін уақытысы 20 күнде Алматыға келеді, 20-15 күнде Алматыға келеді. Аржанда документ 3-4 күн. Бір 25 күнде өзіңіз аласыз қолыңызға. Тапсырыс беріңіздер, тапсырысты күтеміз. Бағасы мұны небары 7 миллион 300-ге келіп жатыр. 23 жылғы 1.5 бензин, тағы айтайын. Жақсы, сау саламатты болыңыздар. Ойынды, асарымызды ұмытып кетпеңіздер. Жақсы.